Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен творожный сырники, яғни сүзбелі сырникидің ең жақсы жасалу әдісімен бөлісетін боламын. Видеомды соңына дейін қарап, міндетті түрде каналыма подписка жасап кетіңіздер. Ең алдымен творогымызға жұмыртқаның сары уызын, қантымызды және ұнымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір келкі болғанша араластырып аламыз. Сырникилардың жақсы болып шығуы үшін ең маңызды нәрсе творог. Творогтың ең жақсы, жұмсақ, свежий түрін таңдап алған дұрыс. Кез келген творогпен сырникилар әдемі шықпайды. Егер жаңағыдай творогыңыз шашылып тұрған, құрғақ, қатты творог болатын болса, оны міндетті түрде блендермен немесе ситудан өткізіп, солай жасаған дұрыс болады. Сол кезде сырникилар бір-біріне бірігіп, әдемі болып шығады. Осылай тақтайшамызға аздап ұн сеуіп аламыз. Қолымызды да аздап ұнға малып, сырникиларды қажетінше бөліп алатын боламыз. Мен осылай таразға 45-46 граммдай етіп барлығын бөліп алдым. Яғни бір ас қасық шамасындай бөліп алдым. Таразыларыңыз болмаса, бір ас қасық көлемінде етіп барлығын бөліп алсаңыздар болады. Міне осындай әрекеттермен ұнымызды аздап ұн сеуіп, осындай форма келтіріп алдық. Көп ұнның да қажеті жоқ. Осылай аздап ұн сеуе отырып, осындай формаларды жасап аламыз. Мұндай формаларыңыз болмаса да, қолмен де осылай әрекеттерімізді жасай отырып, осындай форманы келтіріп алсаңыздар болғаны. Мен осылай жұқа етіп жасадым, себебі тез, жылдам піседі. Биік етіп жасасаңыздар да болады. Табамызға осылай аздаған майымызды құйып аламыз. Аздап қана жеткілікті болады, егер көп құйсаңыз майлы болып кетеді. Табамызды қыздырып, осылай сырникилерді салып пісіріп алатын боламыз. Сырникиларды жасаудың ешқандай қиындығы жоқ. Ең бастысы жақсы творогты таңдай алсаңыз болғаны. Өте жылдам піседі. Міне екі бетінде осылай пісіріп алдық. Келесі сырникилерді салу үшін тағы да аздап май құя отырып пісіріп алатын боламыз. Мен балаларыма, күйеуіме қатты ұнайтын таңғы астардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Міне осындай әдемі сырникилер шықты. Мен осылай қызартып пісіргенді ұнатамын. Сол үшін де осылай қызартып пісіріп алдым. Міне осылай сырникилеріміз дайын болды. Енді кез келген жеміс-жидектермен, сметана, шоколадтармен ұсынуларыңызға болады. Менің каналыма подписка жасап, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алда түрлі ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын. Сіздермен Сандуғаш Әбдіқұлқызы.